Қайырлы таң баршаңызға. Қалың кейін олдым, ұйқыдан тұра салып. Күн салқын, бізде әлі отопление жоқ. Шай қойдым. Қазір таңғы ас ішетін боламыз. Каша қайнатайын деп жатырмын. Кейін каша жақсы көрмейді, сондықтан мен тек өзіме ғана жасаймын. Овсяный каша жасасам ба деп тұрмын. Және де қазіргі таңда мен омега-3 витаминін қабылдап жүрмін. Күйеуім де осы витаминді қабылдап жүр. Яғни бұл рыбы жир. Күніне 2 рет ішу керек. Сонымен қатар біз детокс программасын қолданудамыз. Бізде екіншісі. Негізі детокстың 4 түрі бар. Бізде 4 шаг, яғни бірінші шаг, екінші шаг, үшінші шаг, төртінші шаг. Біз қазір бірді бітірдік, екіні бітіруге сәл ғана қалды. Сосын 3 пен 4-ті бітіреміз. Бұл NL компаниясының өнімі. Тазалайды. Бірінші шаг кишечник, екінші шаг печень, үшінші шаг почканы, одан кейін нормализацияға көшеді пищеварениені. Әзірге ұнап жатыр. Бұны көбісі мақтады, сондықтан тапсырыс беріп алдым. Және де біз осы NL компаниясының шайларын қолданамыз. Джентльмен, күйеуім ішеді. Дома Белла, женский шай, мен ішемін. И антитокс. Тоже күйеуім ішеді. Бірақ негізі антитокс ерлерге де, әйелдерге де жарай береді. Біздің тоңазытқыштан әдемі сникерстерді бар. Все, мен үйден шықтым. Қазір 1-2 жерге бару керекпін. Бірінші Магнумға соғамын, содан кейін ініме больницаға баратын боламын. Как всегда бір нәрсе түсіріп жүру керек. Мен былай киініп алдым. Видно или нет? Маған ұзартқыш керек, яғни удлинитель. Мен оны бір жерден көргенмін, бірақ что-то таппай тұрмын. Извините, не подскажешь, где тут удлинитель? Удлинитель? Вот слева здесь. Все, спасибо. Андрей, смотри. Андрей. Здесь 65 тенге. Алдым удлинитель. Автобус күтіп тұрмын, уже біраз уақыт болды. Вот и келді. Көп болған автобусқа мінбеген. Вот, жұмыстамеге үйде тұр. Жетчарым бұл кетті. Алсас ба? Менің оңай картам, яғни ақша төлеуге арналған картам сіңірімде, сондықтан мен 150 теңге төлеймін. Алматыда маған қажет жерге келдім, остановкадан түстім.
бұрында ана жақта көп мороженое сататын, кім біледі, алматылықтар болса білетін шығар, Абай Байтұрсыновада. Қазір олар жоқ. Ал інімнің мороженое жегісі келіп тұр, сондықтан осы жақын жерде ДКС болу керек. Соны табуға бара жатырмын. Қазір картадан қарамасам, что көрінбей тұрған сияқты маған. Не алдым? ДКС таппадым, но кепсидің жанында андай мороженое сататын жер бар екен. И все, мен таптым. Миссия орындалды, называется. Мен больницаға келдім, бағанағы видеода көрген шығарсыздар. Енді сөйтіп келсем, мына кісі осында жүр. Хей! Мен оқырмандарыма не айтасыз? Оқырмандарыңа сәлем. Ешқашан ауырмаңыздар, өздеріңізді күтіңіздер, көп кітап оқыңыздар, және Құралайдың каналына жазылып пікір жазыңыздар. Және де отбасылық челлендждар көргеніңіз келе ме, екеуміз түсірсек, қалай қарайсыздар, қандай тақырыпта челлендждар көргеніңіз келеді? Неге олай жасайсыз? Отбасылық челлендждар түсірген кішкене білмеймін енді. Ондайды өзім қабылдай алмаймын. Бірақ көрейік. Егер сіздер көп деп пікір жасаңыздар. Бірақ маған ұнамайды, ол негізінде ұнамайды. Бірақ көрейік. Егер сіздер пікір көп жазсаңыздар, 100-ден асқан пікір жазсаңыздар, онда көреміз. Бір челлендж. Онда міндетті түрде челлендж түсіреміз. 100 пікір жазылса тек қана. Үндемей өзім 100 пікір жазып кетейін бе, әртүрлі аккаунт ашып алып. 100 пікір жазсаңыздар көреміз. Вот так вот. Достар, біз үйге бара жатырмыз. Қолымызда Катонның пакеттері. Катонда скидка жүріп жатыр екен. Біз Абай Байтұрсынова жақтағы бір торговый домдағысына бардық. И не алғанымызды үйге барған соң көрсететін боламыз. Киіп көрсетесің ғой, е? Ба? Жарайды. Вот так вот. Жарасса көрсетем. Киіп көрсетеді. Киіп көрсетпесе, кигіздіріп көрсеткіземіз деп бі. Екеуміз де сырт киім алдық. Біз үйге келдік, бірақ уже шығып бара жатырмыз. Жерден түсетін жүрейін ме? Киімімізді ауыстырмай, қолымыздағы заттарды ғана тастап, магазинге бара жатырмыз, яғни Магнумға, үйдің жанындағы. Видео осылайна тұратын білесің бе? Сен неге былайна? Как будто неге түсірген сияқты жүрсің? Қалайна? Инстаграм түсірген сияқты. Былайнан ба? Олай спонайды ғой. Аха. Менде 750 теңге бар. Мен самый богатый женщина в мире. Богатый? Самая из самых богатых людей из мира. У меня потому что 750 тенге есть. Вот они. И менің қарбыз жегім келіп тұр. Қатты. Магнумда қарбыз көрдің 35 теңгеден жаңа алғым келіп тұр. Мінекей мынандай дубленка алдық. Жақындашы. Камера өзінің әдемілігін жөнді көрсетпей тұр. Мінекей жағасы мынандай. Және де іші де осындай мех полный. Жұқа, ондай қатты қалың емес. Орташа қалыңдықтағы дубленка. Катоннан алдық. Ал менің алғаным ол мынандай. Ай, так, фокус алынбай жатыр. Мына жақта тұрасың ба деймін, кішкене фокус алынбай жатыр. Мен өзіме мынандай пальто алдым. Іші осындай. Полностью осындай. Аха. Маған модель өте қатты ұнады. Ертең өзім киіп көрсететін боламын. Так что бүгін сіңіліме киіп көрсетуге рұқсат бердім деп па. Катон фирмасынан алдық. Қазір скидкамен 4990, бұрын 14990 болған. Одан алдын 17990 болған. В общем, бұдан басқа қалған жоқ, тура осындай модель қалған жоқ. Мен соңғысын алдым. 17990 болған. Өзіме қатты ұнады.
ішіде осындай мынадай несі бар. Мех, типа мех па, қалай атайтынын білмеймін. Осындай ішіде қалталары бар. Өте керемет ұнады. Сіңірімнікін іші мынандай. Оныкінің іші кішкене басқарақ. Мінекей іші мынандай полный мех. Сырты мынандай дубленка. Мінекі осындай. Өзім дубленка алғым келіп жүреді. Өткен жылдан бері. Алдыңғы жылы дубленка алғысы келіп жүрген. Бүгін арманы орындалды, дубленка алып жүріп па. Керемет. 40 видео, онлайн мастер-классының 40 видеосының 9 видеосы түсірілген жоқ әлі. Қалған 31 видеосы түсіріліп, монтаждалып берілді. Енді бүгін соған жұмыс жасап жатырмын, яғни рецептерді обработка жасаймын, сосын қазір сәлден кейін түсірілім бастаймыз, рецептерді түсіре бастаймыз. Үйге келген екен. Мінекей қарбыз жеп алдық. Уже қарбыздың уақытысы кетіп бара жатыр. Үлгеріп жеп қалайық деп жеп алдық. Магнумда әлі бар екен, салмағы килограммына 34 теңге. Өзімнің боянуға арналған үстелімді реттеп жатырмын. Мұнда орамалға арналған ине, кітаптар, басеттер бәрін қойып тастаппын. Барлық тақталарға өз орындарына қойып шығып жатырмын. Құралай деген браслет маған жасап берген болатын. Және мына браслетті өзім жасағанмын. Шетінде жүрегі бар, өте керемет. Және мынаны да өзім жасағанмын. Мені көптен бері білетін, танитындар біледі. Менің осындай хоббим бар екен, әртүрлі ободоктар, тикалар, орамалға тағатын әшекейлер жасаумен айналысатынымды. Және де мен күнде кітап оқимын. Кем дегенде 10 бет оқуға тырысамын бір күнде. Ұйықтар алдында тіпті сағат түнгі 2-3 болса да оқып, хотя 1-2 бетім болсын оқып ұйықтауға тырысамын. Қазіргі таңда мен 10 бетін оқып жүрмін күніне. Не грусти кітабын оқып жатырмын. Өте керемет кітап. Барлығы құраммен келтірілген барлық нәрселер, примерлардың барлығы. Қазір мен 51-ші беттемін. Жақында ғана бастадым. Арнайы барып өзім алдым. Уайымдама, не грусти, қайғырма. Мұнда барлық тілде жазылған. Мұнда орысша, негізі кітап орысша. Бірақ кәдімгідей өте керемет әсер аласыздар. Оқып көрсеңіздер болады. Мен өзіме қатты ұнады. Маған жерлерін былай майыстырып отырамын. Мына жерде маған ұнаған жері. Қараңыздар, шалықтың мейірімі қандай шексіз екен. Біз көбінде сабырсыздық танытамыз, көбінде асығамыз, неге бізді сынап жатыр деп. Бірақ Аллахтың мейірімі соншалық. Аллах өзінің ең жақсы көрген құлдарын кәдімгідей сынайды. Және де оның жер бетінде бірде-бір күнәсі қалмағанша оны сынай береді екен. Машалла, қалай керемет, қараңыздар. Сонда біз әрбір сынаққа сабыр өте керекпіз, себебі біздің бірде-бір күнәміз қалмағанша Аллах бізді сынай береді. Және де егер сіз оны төзе алатын болсаңыз ғана береді ол сынақты сізге. Өте керемет кітап, өзім өте күшті әсерді оқып жүрмін. Бұрындары еститінмін осы кітап туралы, бірақ енді өзім қолыма тиіп өзім оқып жүрмін. Керемет кітап. Қайырлы кеш баршаңызға. Бүгінгі видеоблогты осымен аяқтағым келіп тұр. Сіздерге ұнаса міндетті түрде лайк басыңыздар, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Біз қазір видеоларды түсіруге кірісеміз, яғни онлайн мастер-класстың үнемі біздің қасымызда ас бөлмеде жарық тұрады. Себебі бізге ол қажет. Мына қараңыздар, кәдімгідей қараңғы, яғни үйдің жарығы жеткіліксіз видеоға. Сондықтан біз сол жарықтарды қолданып видео түсіретін боламыз мастер-класстың. Және де қыздар, астына пікірге жаза кетіңіздер. Қандай видеоларды көргілеріңіз келеді. Мүмкін теговый видеоларды түсіріп көреміз. Менің сумкемде не бар, танысу, рум-тур деген сияқты қандай видеоларды көргіңіз келеді. Міндетті түрде пікірге жазыңыздар. Мен әрбірлеріңіздің пікірлеріңізді оқимын. Маған өте жағымды.
Сондықтан міндетті түрде пікір жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі видеоблогта жүздескенше.